мына отырған көрші халық соңғы 1,5 ғасырдағы әдемі әндерінің барлығын аккордеон деген аспапты алып келді. Білесіздер ғой. Дәл сол сияқты кешегі 1,5 ғасырдың көлемінде қазаққа кірген аспаптың бірі бұл кешегі татардың әбзейлерімен, молдаларымен, дінмен қоса келген үрдісет. 12 тілді татардың гармоны. Қазір Қазақстанның әр жерінде санаулы азаматтардың ғана қолында жүр. Осындай қазақтың ескі үрдісін тұтынып, осы гармонға қосып айтып жүрген жас түлектердің ішіндегі ең талантты өкілінің бірі жыршылық үрдістің сыр бойынан Қызылордадан келіп отыр Нұртілек Ақтаев деген бауырымыз. Тәуелсіздікті бабаларымыз жырлады, ағаларымыз жырлады, бүгінгі міне бауырларымыз жырға қосып отыр. Сырдың бойында Бекұзақ Тәңірбергенов деген үлкен ақын болған, бір заманда аралдың табанынан су кеткенмен халқының жүрегінен жыр кеткен жоқ деп сахнада айтқан бір ауыз жыры елдің есінде қалған. Сол Бекұзақтың баласы Ұлықбек Тәңірбергенов деген азаматтың тәуелсіздік толғауы, азаттықтың ақтаңы деп аталады.